Гормоны счастья. Лоретта Броунинг. Видеоны тамашалауды бастамас бұрын каналға тіркеліп алыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін маңызды. Бұл кітаптан мына ақпараттарды біле аласыз. Бізді бақытты немесе бақытсыз ететін мидағы химиялық процестердің артында не жатыр? Бақыт гормондары қалай жұмыс істейді? Ми әдеттерді қалай қалыптастырады? Және зиянды әдеттерден неге бас тарту қиын? 45 күндік жоспармен жаңа мінез-құлық үлгілерін қалай қалыптастыруға болады? Адамның миы бұрынғы заманнан әртүрлі тапсырмаларды орындап тірі қалуға ұмтылады. Дүниеге келген сәттен бастап адамда бақыт гормондарының бөлінуіне жауап беретін нейрондар қалыптаса бастайды. Біздің бақытымыз үшін 4 нейрохимиялық гормондар жауап береді. Олар дофамин, эндорфин, серотонин, окситоцин және қорқыныш гормоны кортизол. Әр гормон адамды белгілі бір әрекетке итермелейді. Сүтқоректілерден мұра ретінде адамға ежелгі ми қалған. Бізді ежелгі ми басқарады. Ол ыңғайсыз жағдайлардан қашып, бақыт гормондарын көбейтуге көмектеседі. Жануарлар еш ойланбастан барлық нейрохимиялық импульстерді қабылдай береді. Жыртқыш өз жемтігін көрген кезде қуанады. Жануарлар энергиясын босқа құртпас үшін мақсаттарын тиянақты іздейді. Жемтікті көрген кезде оларда дофаминнің деңгейі өседі. Жүрек қағыстары жылдамдай түседі. Бұл гормондардың жоғарылауы жануарлар суды тапқан кезде де байқалады. Гормондар жануарларға тірі қалуға көмектеседі. Алайда, бізді жануарлардан ерекшелендіретін не нәрсе? Оларды бізден ерекше ететін мидың дамымаған қабыршағы, орысшасы неразвитая кора мозга. Жануарларға тек лимбикалық жүйесі жұмыс істеп тұрғаны жеткілікті. Адамның миы сүтқоректілердің миының негізінде қалыптасқан, ал сүтқоректілердің миы рептилиялардың миынан дамыған. Рептилияларда мүмкіндіктерді және қауіп-қатерлерді көру қабілеті жақсы дамыған. Адамда ми қыртысының арқасында нейронды байланыстар қалыптасады. Болып жатқан жағдайлар мен заттардан келетін пайданы түсінуге бізге лимбикалық жүйе көмектеседі. Ол не нәрсе жақсы, не нәрсе жаман екендігін қарап анализ жасайды. Кортизол. Стресс гормондарының бірі кортизол. Ол қауіпті жағдайдың туындауы жайлы ескертеді. Егер біз қауіпті жағдай болатынын сезінсек, кортизол деңгейі көтеріледі. Кортизолдың деңгейі нормадан жоғары болған кезде біз қорқынышты сеземіз. Гормонның орташа деңгейде болуы стресске немесе үрейге алып келеді. Бұл күйлер адамға тез арада бір нәрсе істеу керек дегенді білдіреді. Негізі біздің миымыз шағын қауіп-қатерлерден де қорқа береді. Ол жағдайларды алдын ала бағдарлауға тырысады. Кортизолдың бөлінуі қауіпті оқиғалар мен орындардан қашуға итермелейді. Егер біз қолымызды ыстық жерге қоятын болсақ, қолымызды бірден тартып аламыз. Алайда біз неліктен сондай әрекет жасағанымызды түсіне бермейміз. Стресс гормондарын азайтып, бақыт гормондарын көбейтудің ең танымал тәсілдерінің бірі тәттілер жеу. Алайда санамызды алдай алмаймыз, себебі ол біздің жеген шоколадымыз қауіпті толық жоймағанын түсінеді. Енді әрқашан қорқынышты жағдайлар болған кезде сіз тәтті жеуді ойлап тұрасыз. Осылайша бітпейтін бір кругқа түсіп қаласыз, ал стресс гормондары бөлінуін тоқтатпайды. Бұл кругтан шығуға болады, бірақ ол үшін алдымен миыңыздан бір нәрсе істеу керек деген режимді сөндіріп, кортизол гормонының бар екендігін түсініп, сабырмен әрекет етуді үйрену қажет. Дофамин. Дофамин денеге энергия құртуға болатындығын жеткізеді. Сондай-ақ ол біз дұрыс жолда келе жатырмыз деген белгі береді. Біздің бұрынғы бабаларымызға бұл гормон тірі қалуға көмектескен. Қазір бізге аң аулап, терімшілікпен айналысудың қажеті жоқ, бірақ дәл осы дофамин бізге дұрыс шешімдерді қабылдауға кеңес беріп тұрады. Дофамин нейрондардың арасында байланыс құрастырады. Соның арқасында біз ләззат алу мен қанағаттануды іздеп таба аламыз. Біздің миымыз дофаминді не нәрсеге құрту керектігін анықтай алады. Ол оны қарапайым нәрселерге құртпай, үлкен маңызды мақсаттарға сақтап тұрады. Гормонның қажетті деңгейін сақтау үшін адам әрқашан сыйлыққа қарай жаңа қадамдар жасай береді. Бір сыйлықты марапатты күту дофаминнің белсенді бөлінуін тудырады. Мысалы, сіз пиццаның ең бірінші тілімін жеген кезде қатты қуанасыз, бірақ қалған тілімдері ондай үлкен қуаныш бермейді. Себебі миыңыз үшін бұл енді жаңалық емес. Ми бірден өзін қанағаттандырудың жаңа жолдарын іздей бастайды. Ғылыми түрде мұны әдет деп атайды. Сондықтан адам әрқашан жаңа бір нәрсені қалап тұрады. Дофаминнен кейін туындайтын қайғыру біздің өміріміз үшін маңызды. Қайғырудың бәрі бірде туындайтын сезіну дофаминге жеңіл қарауды үйретеді. Дофаминнің деңгейі төмендеген кезде кортизолдың деңгейі көтеріледі. Сондықтан біз бір нәрсе істеуге ұмтыламыз.
Соның салдарынан тәуелділіктер пайда болады. Адам ойын автоматтарына тәуелді болып қалуы мүмкін, себебі алғашқы ұтыс дофаминнің деңгейін көтереді. Кейінгі ойындар алғашқы ұтыс сияқты қызықты болмауы мүмкін, бірақ адам эйфорияны күтеді, сол дофаминді қайтадан сезінгісі келеді. Ұтылған сәттерінде қатты реніштер пайда болады, бірақ тәуелділіктен құтыла алмайды. Адамдар видео ойындардан, дүкендерге барудан, коллекциялар жинаудан ләззат алады. Біз бір ауқымды жобаларды жоспарлаған кезде, мысалы ремонт немесе басқа жаққа көшу болсын, дофамин деңгейі жоғарылайды. Біз мақсатымызға жеткен кезде дофаминнің деңгейі төмендейді, сондықтан біз тағы да бір жаңа мақсаттарды іздей бастаймыз. Дофамин гормонының ерекше көрінісі махаббаттан байқалады. Алғашқы сезімдер әрқашан өте жоғары болады, бірақ бұлай мәңгілік жалғаса бермейді. Жұбыңызға сезімдеріңіз сөнді деп айтудың мәні жоқ. Қарым-қатынастарды үзе салуға болады, бірақ дофамин сіздің миыңызда бар және осындай жағдай келесі жолы да қайталанатын болады. Эндорфин. Эндорфин туралы айтатын болсақ, ол эйфория күйімен тікелей байланысты. Бұл гормон ауырсынуды уақытша баса алады. Мысалы, жарақат алып қалсаңыз, эндорфин бөлініп, жарақатқа қарамай жүре беруге болады. Көп жағдайда жануарлар эндорфиннің арқасында тірі қалады. Эндорфин спортпен айналысқан кезде, күлген кезде, жылаған кезде де бөлінеді, бірақ қуаты әлсіз болады. Эндорфин де біздің ағзамызда үлкен дозада болмайды. Көптеген адамдар өздеріне әдейі ауырсынуды тудырса, эндорфин гормонын тудыруға болады деп ойлайды. Алайда бұл дұрыс шешім емес. Эндорфиннің бөлінуін наркотикалық заттар тудыра алады, бірақ олар ағзаны құртады, тәуелділік тудырып, үнемі дозаны көбейтуді талап етеді. Бұл нашақорлықты дәріптеу емес. Окситоцин. Окситоцин гормоны сізді біреу құшақтаған кезде туындайды. Бұл гормон бізге адамдарға сенуге мүмкіндік береді, бірақ барлық адамды жақсы көру мүмкін емес. Окситоцин гормонының төмен болуы жағдайды дұрыс бағамдап, әлеуметтік оқиғаларға дұрыс реакция беруге мүмкіндік береді. Дәл осы гормон бізді әріптестерімізбен ұрысып қалу салдарынан жұмыстан қуылуымыздан сақтап тұрады. Окситоцин өткеннің сәтсіздіктерін еске алып, сатқындықтарды көтеруге көмектеседі. Алайда дәл осы гормон қылмыстық топтардың құрылуына, соғыстардың туындауына, отбасылардың бұзылуына септігін тигізеді. Бұл окситоциннің екінші жағы десек те болады. Окситоцин гормоны бізді біреу қолдағанда, өзімізді бір топтың ортаның бөлшегі екенімізді түсінген кезде, өзімізді сол ортада қауіпсіз сезінген кезде бөлінеді. Бұл жануарлар неліктен тобыр болып жүретіндігін түсіндіреді. Тобырдан шығып қалған кезде жануар күйзеліске түседі. Тобырына оралғанда қайта қалпына келеді. Серотонин. Бізді біреу құрметтесе, біз басқа адамды құтқарған кезде, серіктесіміздің махаббатына бөлінген кезде, бізде серотонин гормоны бөлінеді. Басқа адамдардың сізді мойындауы сізді мәңгілікке бақытты ете алады. Жаңа әдеттердің қалыптасуы. Жаңа әдеттерді қалыптастыру үшін 45 күн қажет болады. Әр гормон үшін әдеттер әртүрлі болады. Мысал ретінде дофамин гормонын алайық. Ең шағын жеңістеріңізді елеп ескеріп жүріңіз. Бұл дофамин гормонының көптеп бөлінуіне әсер етеді. Мақсат қойғаннан кейін оған шағын қадамдармен аяқ басыңыз. Мақсатыңызға қарай күніне 10-15 минуттан әрекет етіңіз. Бұл ештеңе істемегенге қарағанда жақсы. Бос армандай берудің қажеті жоқ, әрекет жасамайынша әдет қалыптаспайды. Қиын немесе орындауға ауыр болып көрінетін қадамдарды кезеңдерге бөліп тастауға болады. Мысалы, сіз бөлмені тазалау керектігін түсінесіз, бірақ өзіңізді әрекетке итермелей алмай тұрсыз делік. Мұндай кезде шағыннан бастау қажет. Алдымен полкадағы киімдерді жинастырыңыз. Сол кезде процесс кезінде дофамин гормондары бөлініп, әрекетті орындау жеңілдей түседі. Окситоцин гормонының бөлінуін қалыптастыру үшін адамдармен жиі сөйлесу қажет. Бірден жақын дос болып кетуге ұмтылудың қажеті жоқ. Өзіңізге сенімділік қалыптастыратын адам болуға тырысыңыз. Біреу сізге жағымды көзқарас танытса, қуаныңыз. Серотонин гормонының бөлінуін қалыптастыру үшін күнделікті өзіңізге мақтаулар айтып, айналаңызда қоршаған адамдарға жетістіктеріңізбен бөлісе жүріңіз. Барлығымыз қоғамның бізді мойындағанын қалаймыз, бірақ әзірге ол мойындау жоқ болғасын, өз-өзімізді мақтай жүруге тура келеді. Жаңа әдеттер өміріңізге келе салысымен өміріңіз күрт өзгеріп кетеді деп күтпеңіз. Шыдамдылық пен табандылық әрқашан қажет болады. Жаңа әдеттерді күнделікті мейрам мен демалыс күндеріне қарамай қалыптастыра беру керек. Қорытындыласам, әр гормон туралы қысқаша анықтама. Эндорфин ауырсынуды елемеуді, жарақат алудан қорықпауға көмектеседі. Дофамин қанша күш жұмсасаңыз да қажетті мақсатқа жетуге көмектеседі. Серотонин әлеуметтік қарым-қатынастарды орнатуға көмектеседі. Окситоцин адамдарға деген сенімділікті қалыптастыруға көмектеседі. Кортизол қауіпті оқиғалар мен орындардан қашуға көмектеседі. Егер видео сізге пайдалы болса, әдеттегідей лайк, комментарий және репост жасап, қолдап жіберіңіз.